егер сіз баланы мына шынайы өмірге жақсылап бір дайындағыңыз келсе, мынау айналадағы деструктивтарды, түрлі бір қоздырғыштарды белгілі бір уақытша өшіре тұрыңыз, белгілі бір уақытқа. Сөйтіп, мүмкін болса қағаз қаламдарыңызбен тіпті осы бір сіздермен бөліскім келетін идеяларға тоқталсаңыздар. Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас баланың болмысына, жалпы болмысына, психологиялық болмысына, сонымен қатар оның денсаулығына, танымдық қабілеттеріне, кейін мектепке барған кезде сабақтағы үлгеріміне, және ең қызығы әлеуметтік тұрғыдан өзінің болашақтағы жаңағы достары бар, таныстары бар, солардағы ортадағы өзінің орнына да өте қатты әсер етеді екен. Ана мен бала немесе мынау әке мен бала арасындағы қарым-қатынас өте маңызды. Дей тұра әке мен ананың арасындағы қарым-қатынас бұдан да маңыздырақ. Неге? Өйткені бұл жаңағы бала мен болатын қарым-қатынастың белгілі бір деңгейде алғы шарты, фундаменті. Бұны белгілі ғалым Лев Выготский өте жақсы айтып кеткен. Ол кісі не дейді? Баланың болмысы, баланың әрекеті ата-ананың қарым-қатынасының көрінісі дейді. Яғни ата-ана мен әкесі шешесінің қарым-қатынасының баланың бойында, баланың әрекетінде көрініс табатындығын айтып тұр. Біз бұдан не көреміз? Қазір бізде мысалы ата-аналар көп сұрақтар қояды. Мен баламның сабаққа құштарлығы жоқ, не істесем болады? Мен балам өз ортасында дос таба алмай жүр, оны өзінің ортасында достары сыйламайды. Тақсын тағы осындай түрлі мәселелерді көтереді. Ал осының бәрінің түп тамыры қайда жатқанын көреміз? Ол қарым-қатынаста. Нақты айтқан кезде біздің баламен қарым-қатынас құра алуымызда жатқандығында. Енді қарым-қатынас бұрыс құрылғанда, не мүлдем құрылмағанда қандай зардаптары болуы мүмкін? Бұл енді бір жалпылама психологиялық тұрғыда айтатын болсақ, бала бұл кезде өзін қауіпті ортада сезінеді дейді мамандар. Яғни бұған қатысты мысалы неше түрлі тәжірибелер жүрген. Соның бірі мысалы маршмеллоу тест деген тест бар. Интернеттен іздеп көрсеңіздер болады. Баланы белгілі бір уақытқа өзін жеке қалдырып, алдына тәттіні қояды, және сол уақытта бала тәттіні тұтынбаса, қанша жегісі келіп тұрса, ол сол тәттіні 2 еселеп алады. Сол тәжірибенің жетілдірілген түрлері бар. Оның алдында мысалы баланы бір алдап алады да, яғни қарым-қатынасты әдейі деструктивті тұрғыда құрады, содан кейін осы тестті өткізеді. Сол кезде балалар не көрсетеді? Өзінің сенімсіз ортада өсіп жатқан бала ана тестті міндетті түрде құлайды, яғни ол сенімсіз ортада өсіп жатқан кейін ана тәттіні алады да, жей салады. Егер сол тестті жасап жатқан ғалым болсын, маман болсын, баламен қарым-қатынас орнатып алып, оның былайша айтқан кезде сеніміне кіріп барып жаңағы тест істейтін болса, бала міндетті түрде ол тестіне сүрінбей өтетіндігін көрсетеді. Яғни қарым-қатынас бала үшін мына әлем сенімді деген сигналды көрсетеді. Кішкентай кезінен бастап, қазір айлық кезінен бастап осы бір белгіні береді. Егер бала бұл әлемге сенбейтін болса, ол былайша айтқан кезде оның зардаптары өте үлкен да, ол түрлі бір амалдарға баруы мүмкін. Өзін осы бір әлемге қарсы қойып алуы мүмкін. Бала өзін бұл әлемге қарсы қоятын болса, ол неше түрлі ересектердің тілімен айтқанда қылмысқа да баруы әбден мүмкін. Өйткені ол жалғыз амалы да сол өзіне қарсы тұрған әлемге күресудің. Алдыңғы вебинарларда да біз айттық, баланы көбіне біз тыңдамаймыз. Бірақ жақсылап тұрып бір тергеп аламыз да, бір тергеушіден кем тергемейміз. Мысалы бала сабақтан келді дейік. Сабақтан келе сала біз оны сұрақтың астына алып жатамыз. Баланы ығырын шығарып жатамыз, былайша айтқан кезде. Байқасаңыздар, тергеудің жолында біз өзіміз қанағаттанамыз. Ол не оқып келді, не жеп келді, кіммен сөйлесті, кешегі тапсырмасы не болды, қандай баға алды деген мәселелердің бәрінде біз қанағаттанамыз. Егер біз алдында айтып жүргендей біз баланы тыңдай алатын болсақ, бізден гөрі бала қанағаттанады. Бұл өзінше бір маңызды мәселелердің бірі. Қызығы, жас баланың даму мүмкіндігі осы баланың ата-анасымен немесе қамқоршысымен қарым-қатынасына тікелей байланысты. Оны жаңа жоғарыда да айтып кеттік. Осы қарым-қатынас формасына баланың әлеуетін арттыруға жағдай жасайтын, дәлелдеуге тырысатын түрлі зерттеулер болған. Соның ішінде ең үлкен зерттеулердің бірі ол Фред Роджерс деген осы бала мәселесіне, баланың сезіміне, баланың әлеміне айтарлықтай еңбек еткен, үлес қосқан кісі, сол кісінің орталығы зерттеу жүргізеді. Соларда ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты 2 формаға жіктейді. Яғни біздің баламызбен болатын қарым-қатынастың бір үлкен 2 формасы бар дейді. Бірінші формасы терең қарапайым. Яғни терең қарапайым формасы ол өзі біреу, екіншісі саяз күрделі. 2 форма: терең қарапайым, саяз күрделі. Бұлар белгілі бір деңгейде баланың дамуына, яғни қарым-қатынастың осы модельдері өз септігін тигізеді, оның тұлғалық қалыптасуына жағдай жасайды. Енді сонымен қатар балаға жағымсыз сезім сыйлайды. Кішкентай кезінен тұрақсыз, жалған сенімдер қалыптасады.
өздері аты айтып тұрғандай, бұл жерде терең қарапайым қарым-қатынас. Терең, қараңыздар, қызығы, терең бірақ қарапайым қарым-қатынас дегеніміз бұл күнделікті тұрмыста кездесетін, сонымен қатар сезімге толы, балаға жағымды, баланың тұлғалық қалыптасуына оң әсер ететін бір әңгімелер болуы мүмкін, қиссалар. Бұл жерде қызығы, біз баламен бола алатын әңгіменің көбі балаға тіке бағытталмайды, яғни оның эгосына теппейді, ол одан бір өзін жаман, мен бірақпын деп сезінбейді. Ол қайта өзін жақсы сезінеді, өзін керек сезінеді. Бүкіл әңгімелер, қиссалар жанама өтіп жатуы мүмкін. Былай сырттан қараған кезінде орысша айтқанда ни о чем әңгіме сияқты болып сезілуі мүмкін, бірақ дәл осындай форматтағы қарым-қатынас баланың бағанағы қалыптасуына, дамуына бір күшті платформа екен. Бұны кішкентай бала ғана емес, негізі бұл қарым-қатынас негізі үлкендердің арасында да көп бір әсері болады. Бұдан тіпті ересектердің арасында да пайдалануға болады деген кеңестер береді мамандар. Мысалға бірнеше мысал келтіріп көрейік, терең қарапайым қарым-қатынас. Мысалға дейді, айлық баламен қарым-қатынас. Былай қарасаңыз, бала айлық бала, ол сөйлемейді, сізге жауап қайтармайды. Десек те біз оның жадырау комплексі дейді, өгө дегеннің өзін тыңдай алсақ, соған өзімізше кәдімгідей біздің қазақтың ағалары, аталары жаңағы, ой жаным, сенімен ешкім сөйлеспей ма деп, кішкентай айлық баламен сөйлесіп жатады ғой. Сол сияқты онымен бағытталған әңгіме болса, қарапайым мысалы жаялығын ауыстырып жатқан кезде онымен сол бір көз байланыс болса, тактикалық жанасу болатын болса, ол баланың қалыптасуына өте қатты әсер етеді екен. Осы бір жерлерде мысалға мамандар айтады, сіз балаға қолыңызды ұсынуы, баланың ол қолының саусағын ұстап қысып, тартып тұрылуға тырысуының өзі оның дамуына өте қатты әсер етеді. Енді тағы екіншісі қарапайым терең қарым-қатынас болатын болса, екіншісі саяз күрделі қатынас. Бұл көбінесе мазмұнды келеді. Бұл баланың сабағы, оқуы, бір жарыс, сондайға қатысты әңгімелер. Мысалы сабағың не болды, оқуың не болды, ана не істедің, мына не істедің деген сияқты. Бұда мазмұн бар, бірақ пішіні қатты күшті емес. Бұл жерде қараңыздар, біз баламен бұндай қарым-қатынас, бұндай әңгіме тақырып болмау керек, бұдан мүлдем айырылу керек деген әңгіме айтып тұрған жоқпыз. Біз айтқымыз келіп тұрған, баламен қарым-қатынасыңыз тек осы саяз күрделімен шектеліп қалмау керек деп жатырмыз. Өйткені бұның да өзінің бір атқаратын функциясы бар, бірақ бізге керегі терең қарапайым қарым-қатынас. Осы өзінің зерттеулердің негізінде Фред Роджерс орталығы терең қарапайым қарым-қатынастың балаға беретін бір өзінің бір жемістерін айта келеді, мынандай бір 4 түрлі көрініс ұсынады. Соны сіздермен бөлісе кетейік. Біріншісі, егер біз терең қарапайым қарым-қатынас жасай алатын болсақ баламен, бұл алдыңғы бөлімдерде айтылғандай бір эмпатиялық тыңдау, мысалы балаға бірдеңе айтқан кезде оның не айтып жатқандығы емес, қалай айтып жатқандығы маңызды болу, соған зейін қоя алу, басқа бір деструктивтарды елемеу. Сол кезде не аламыз дегеніміз. Бірінші алатын заттарымыздың бірі ол мәнді байланыс дейді. Яғни екі адамның арасындағы белгілі бір мәнді мағыналы байланыс. Мысалы, ата-ана мен бала немесе мұғалім мен оқушы арасында қарым-қатынаста екеуіне деген бір-біріне деген жылулықты байқауға болады, қарапайым терең қатынаста. Олар бір-бірі үшін маңызды болады. Мысалы, бала өзін ана адам үшін маңызды екенін сезініп тұрады. Егер біз өз қарым-қатынаспен осыны бере алатын болсақ, бала өзінің ештеңке істемей, ешқандай бір шарт талапқа сай болмай, өзінің қалаулы екенін сезіне алса, онда тамаша. Бұл жерде тағы бір өте маңызды айта кететін жайт бар. Екеуі осы сәтте, дәл осы сәтте бола алған кезде бір-бірі үшін физикалық тұрғыда емес, ділдік тұрғыда бар болған кезде екеуінің арасында мән болады. Бала тұрмақ ата-ана немесе мұғалімнің өзін сол бір адам үшін керек екенін сезінеді. Екінші мәселесі, екінші бір үлкен жемісі өзара түсіністік қалыптасуы. Адамдар арасында бізде көбінесе физикалық немесе вербальды қарым-қатынас болсын, әрдайым анадай жүріп тұрады да ары-бері қарым-қатынас. Бізде бұны доппен елестетіп көрсеңіздер болады. Теннис мысалы, теннис ойнаған кезде доп ары-бері секіріп тұрады. Тура сол сияқты қарым-қатынас ол бір осы екі тарап болып, екеуінің арасында осы бір өзара түсіністіктің добы ары-бері секіріп жүрген кезде ғана біз қарым-қатынас пайдалы, оң, дұрыс қарым-қатынас орнады деп айта аламыз. Ал егер бұл болмаса, онда ондай болып екіталай. Бізде көбінесе қалай болады, теннистің мысалында айтамыз. Топ бір жақта ғана ұшып жатады. Мына жақта ойыншы жоқ сияқты, ол ары кетсе бір қабырғаға ұрылып қайтып келіп жатады. Көп ата-аналар осыны айтады, мен баламен сөйлескенде бейне бір қабырғамен сөйлесіп тұрғандай боламын дейді. Оған түрлі сұрағын жаудырады, бала әдеттегі жаттанды жауаптарын береді, ештеңе жақсы. Оның жақсысының астында үлкен әңгімелер жатыр, бірақ біз тыңдай алмағандықтан ол жақсымен шектеліп қалады. Яғни біз Фред Роджерстың өзі айтпақшы, бала үшін сенімді адам болмай тұрды да ашылуға, әңгімесін айтуға. Осы жерде бір қызық әңгімесі түсіп тұр. Кішкентай балалармен бір студияға келіп
қарым қатынасқа түсе бастайды балабақшаның балаларымен. Сол кезде бір бала келеді де, бір өзінің ойыншығын көрсетеді де, мынаның дейді аяғы түсіп қалады дейді да, ана кімге қарайды. Былай қарасаңыз, ойыншықтың аяғы түсіп қалады деген біздің түсінігімізде, ересектердің түсінігінде болмайтын әңгіме да. Ол бір ештеңеге үйретпейтін сияқты баланы. Бірақ осындай бір мазмұнсыз болуы мүмкін, бірақ бір формасы бар, эмоцияға толы қарым қатынас бағанағы қарапайым терең қарым қатынас болып саналады. Сөйтіп Фред Роджерсқа мынаның аяғы түсіп қалады деп айтады да. Сол кезде Фред Роджерс айтады, бұның айтып тұрғаны аяқ туралы емес дейді мәселе, бұл мені тексеріп жатыр дейді. Өзінің әлеміне кіргізуге лайық адам ба, сенімді адам ба деп тексеріп жатыр дейді да. Сөйтіп ол айтады, оның тағы мына басы да түсіп қалуы мүмкін, бұл тағы шалуы мүмкін деген сияқты ананың ойын құптап жүрген кезде, оның сөзімен тамсана алған кезінде бала ары қарай ашылып сөйлей бастайды. Мен былайша айтқан кезде баланың шырағын жағалды да ол кісі. Үшінші бір осы терең қарапайым қарым қатынастың бізге беретіндігі, ол баланың даму мүмкіндігі. Байқасаңыздар, онсыз да көп ата ана бүгінде бас сауғалап жүгіріп жүр, осы баланы дамытам, қалай дамытсам екен, не істесем екен, ағылшын курсына берейін ба, ментальный арифметикаға берейін ба, логикаға берейін ба, қайда берейін деп баласы дамыса екен деген ниет. Ал оны шын мәнісінде дамытатын зерттеулер не дейді? Ол қарапайым қарым қатынас біздің қолымыздан келеді. Қызығы, бұл терең қарапайым қарым қатынас бірінші кезекте ата ана ретінде сіздердің қолдарыңыздан келеді. Сіздердің қолдарыңыздан келетіндей басқа бір ешқандай профессионал, педагог, мұғалімнің қолынан келмеуі мүмкін. Балаға тіпті олай келгеннің өзінде балаға ол бір профессионалдың қарым қатынас емес, керегі, қажеттілігі анасының, әкесінің, сіздердің қарым қатынасыңыз. Иә, анасының, әкесінің рөлдері өздері бір бөлек. Бағанағы айтқанымыздай, осы бір заттар баланың бойында үлкендерге деген, үлкендердің әлеміне деген сенімділікті ұялатады. Бұл жерден біз мысалы ананы байқай аламыз. Кейбір балалар ғой, сыртта өзінің анасымен немесе отбасы мүшесімен емес адамдармен сөйлесе алмайды, ұялады, қысылады, тағы басқа. Бұл жаман деп жатқан жоқпыз. Бірақ бұл көрсеткіш бала сыртқы әлемге сене алмайтындығында. Қазір өздеріңіз білесіздер, көптеген ата ана баласын қалай тәрбиелейді? Ешкіммен сөйлеспе, біреу жақындап кетсе жаңағы компьютерін алма, тағы басқа былайша айтқанда бөгде адамнан қорқу деген затпен. Сен жақсысың, әлем жаман деген концепциямен, парадигмамен өсіреді балада. Терең қарапайым қарым қатынастың ең соңғы бір үлкен зерттеу бойынша беретін үлкен заты ол тиесілі болу сезімі. Ойлаңызшы, балаға ең бірден бір керек заттардың бірі бұл, балаға ғана емес, тіпті ересектің өзіне де керек. Сен өзің бір отбасының мүшесісің, сен сол жердің бір бөлшегісің, сенің өзіндік орның бар деген зат осы терең қарапайым қарым қатынас арқылы беріледі екен. Байқайсыздар ма, балалар кішкентай кезінде дастархан басында отырған кезде немесе көпшіліктің арасында отырған кезде мынандай бір сезім болады. Бәрі күлсе, ол ана айтып жатқан әңгіменің мәнін түсінбеуі мүмкін, бірақ бәрімен бірге күледі да, аха деген сияқты. Біз оған күлеміз, имитациясына риза болып, иә, ол күлкілі болып көрінеді, балдай болып, тәтті болып тұрады. Бірақ бұл жердегі бізде басты керек зат ол өзінің орны бар екенін сезіну. Байқасаңыздар, бізде мынау қазақта жалпы көп балалы отбасы болғаннан кейін шет елдердің арасында бала өз орнын түсінбей қалады. Өзінің отбасындағы орны қайсы, ол үлкені, кішісі, ортасы, кенжесі деген сияқты өзіндік орнын сезінбеу, сол отбасыға тиесілігін сезінбеу, оны бағанағы психологиялық мәселелерге алып келуі мүмкін. Тура сол сияқты ол ертең мектепке барған кезде немесе балабақшаға барып жүрген кезде де осы бір тиесілік сезімі болмаса, одан кейінгі мәселелердің құрылуы екіталай. Осы жерде Гордон Уикфилд деген канадалық психологтың әңгімесіне айта кеткіміз келеді. Ол кісі не дейді? Мысалы қараңыздар, мұғалім бар дейді. Мұғалім өте білімді және мұғалімнің балаға бере алатын білімін, біліктілігін бір су деп елестетіңіз дейді. Енді су деген қазақтың мағынасында біртүрлі естілуі мүмкін, бірақ жалпы елестете тұрайық. Яғни оның басында бір су бар. Енді ол осы бір барып құнды затын балаға бере алады. Беру үшін не керек? Екеуінің арасында бір канал керек, арық керек. Ол арық деп отырғанымыз не? Ол қарым қатынас. Бағанағы терең қарапайым арқылы құралатын қарым қатынас. Егер бұл қарым қатынас болмаса, яғни мына көпір канал болмаса, мына кісінің басындағы судың көптігінен немесе оның құндылығынан ешқандай пайда жоқ. Оның құны 5 тиын. Өйткені балаға ол бармайды. Бағана бала өзін тиесілі сезінбесе, тура осы залалдары болады. Қазір қайта қосылады деген үміттеміз. Сонымен қараңыздар, құрметті ата-аналар, бізде екі түрлі қарым қатынас бар деді. Біріншісі қарапайым, терең, бірақ бұл баланың қарым қатынастың көбінесе мазмұны мен сыртқы пішініне арналған. Екіншісі саяз және күрделі. Саяз, күрделі өзі атайтып тұрғанда, бұл жерде құрылымды әңгіме болып отыр, мазмұны өте күрделі болуы, бірақ оның пішіні нашар болады. Яғни ол жерде эмоция, ол жерде сезім аз болады. Және сол себептен де бұның балаға беретін жемісі қатты күшті емес. Жаңа сіздерге осы терең қарапайым қарым қатынастың балаға беретін пайдаларын айтып шығуға тырыстым. Нақты айтқан кезде бұл баланың өзінің тиесілі сезінуі.
Ойлаңызшы, бұл жаңағы тек отбасылық қарым-қатынаста емес, оның сабақ үлгеріміне де қатты әсер ететіндігін айтуға тырыстық. Сонымен қатар баланың денсаулығына әсері, оның үйренуге, білімге деген ұмтылысының әсері, сонымен қатар қарым-қатынаста мағынаның, мәннің болатындығы туралы айтып түсіндіруге тырыстық. Енді бұл жерде біздің айтқымыз келіп жатқанда, егер біз баламен терең қарапайым қарым-қатынас құрсақ, осындай бір керемет күшті жемістер аламыз да, жоқ жерден. Ал егер біз саяз күрделі қарым-қатынас құратын болсақ, не болады? Бұл кезде түрлі ситуациялар орын алады, және ол ситуациялар белгілі бір деңгейде жанжалға алып келеді, яғни баламен қақтығыстарға, араздықтарға алып келеді. Осы жерде конфликттің алғышарты болып табылатын бірнеше мынандай мәселелерге, біз өзіміз тәжірибемізде көріп жүрген, ата-ана мен баланың қарым-қатынасында көріп жүрген мәселелерге тоқтала кетуге рұқсат етіңіз. Біріншісі, баланың мүддесі. Түсінікті болу үшін мынандай кейстен бастайық. Бірнеше жыл бұрын бір отбасы ажырасты. Өкінішке қарай біз ол процеске араласуымыз керек болды. Сол кезде әйел мен күйеуі бүкіл өмір бойы жинаған тергендерін, пәтерін, машинасын бәрін бөлісіп жатыр. Мынау менікі, мынау сенікі деген сияқты. Тура сол ортада балалар да жүрді, тұңғышы менікі, екіншісі сенікі деген сияқты, бір арадағы мүлік сияқты. Шын мәнісінде бала ондай тарап емес қой, ол өзіндік бір үшінші тарапта, ол өзіндік қажеттілігі бар, өзінің мүддесі бар, өзінің қалауы бар, жеке бір тарап еді. Біз оны алды да ортада араластырып жібердік. Мен бұл жерде не айтқым келіп тұр? Егер баланың мүддесі қорғалмаса, сақталмаса, онда мына жерде қарым-қатынас туралы әңгіме айтудың өзі және бұны тыңдауға уақыт құртудың өзі ысырап. Екінші бір мәселе, біз қарым-қатынаста көріп жүрген ата-аналардың балаларына қатысты теңдікке ұмтылуы. Мысалға бір баласының туған күні дейік, ол сол баласына сыйлық алғысы келеді, сыйлық алып береді. Екіншісі кенжелері жылайды деп, оларға да сыйлық алады. Теңдік та бұл. Немесе бір ойыншық алып беретін болса, үшеуіне бірдей ойыншық алады. Тура сол сияқты мысалға басқа бір ситуацияларда үнемі осы, мысалы мынандай бір мысал түсіну керек. Әкесінің 3 сағат уақыты бар дейік, 3 баласы бар дейік. Ол кісі теңдікке ұмтылады да, үшеуіне бір сағаттан кәдімгі таймермен отыруға уақыт бөледі. Шын мәнісінде қарым-қатынаста сол бір теңдікке ұмтылу қатты бір жеміс бермейді. Бұл жердегі мәселе әділдік. Әділдік дегеніміз не? Мысалы жаңағы әкенің мысалын алайық. Қарым-қатынас дегеніміз ол бір ыдыс деп елестететін болса, құмыра, оның көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Балалардан. Сонымен қатар ол жартылай толып тұрған болуы да мүмкін. Яғни сіз бір балаңызбен 15 минут уақыт өткізгеніңіз жеткілікті болуы мүмкін. Бір балаңызбен 2 сағат уақыт өткізсеңіз де жеткіліксіз болуы мүмкін. Тура сол сияқты, сіз мысалы балаңызбен 1,5 сағат үйде отырып, немесе 15 минут далада саябақта жүргеніңіз екі түрлі әсер болуы мүмкін. Біз бұл жерде теңдікке санмен қарайтын болсақ, қарым-қатынасқа ұтыламыз. Бұл жерде немен қарау керек? Бұл жерде сапамен қарау керек. Яғни баланың қажеттілігімен, оның қанағаттануымен. Енді осы бір жанжалға келдік дейік. Өкінішке қарай, білместіктен саяз күрделі қарым-қатынастың салдары ретінде жанжалға келдік. Жанжалдың алдында тұрмыз. Енді не істеу керек? Жанжалды шешудің бір екі түрлі сценарий бар. Біз көріп жүрген кең тараған. Біріншісі, ата-аналар андай бір стойкаға тұрып алады, соқтығысатын адам сияқты, сосын жеңілмеу деген позицияны ұстанады. Яғни баласы емес, өзінің бір жауы сияқты. Сонымен жеңілмеу керек деген амал ұстанып алады да, бір жарыс сияқты, бір чемпиондыққа ұмтылады да. Кейбір ата-аналар бұны кішкентай кезінен күшік кезінде талап алу керек, сындырып алу керек деген сияқты ұстанымдарды ұстанады. Кейін бұл осы бетімен кететін болса, бағынбай кетеді, қазірден өстейді деген өзінің басына тарағандары бар. Енді осы жерде қызық зат қараңызшы. Қарым-қатынастың өзінде мынандай жеңіс деген зат жоқ қой. Мен әйеліммен қарым-қатынаста жеңдім деп айта алмайсыз, мен өмір біріншімін деп, немесе некеде мен чемпионмын деген әңгіме жоқ та. Бұл жерде ұтатын жарыс емес қой бұл. Біз бірақ жарысып жүреміз не екенін. Екінші бір сценарий, жанжал туындаған кезде ол бейбітшілікті сақтап қалуға тырысу. Ең бәрі жақсы болсын, осы көне салайық, бас ие салайық деп. Бұл кезде бәріміз қорқатын баланың есілу, басқа шығып алу деген ыңғайсыз жағдайлар орын алады. Бұл екі сценарийде мәселені жанжалды құрылымсыз шешу болып табылады. Егер біз мәселені құрылымсыз шешетін болсақ, үнемі бір талап ұтылып отыратын болады. Мысалға жеңілмеу арқылы шешетін болсақ, үнемі біз ұтып отырамыз, бала жеңіліп отырады. Ал бейбітшілік арқылы шешетін болсақ, үнемі бала ұтып, біз ұтылып отырамыз да. Яғни екі тараптың біреуі үнемі ұтылып отырады. Сол себепті де бұл құрылымсыз мәселені шешу жолы деп аталады. Енді құрылымды шешу жолы бар ма? Иә, бұны жалпы құрастырған, көпшілікке таратып, дәріптеп жүрген ол Ресейдің психологы Гиппен Рейтер атты маман. Ол кісі не дейді? Ең бірінші неден бастау керек? Жанжалды тудырған жағдайды ұғынудан бастау керек. Яғни ата-ана өткенде айтқандай баланың белсенді тыңдау арқылы, эмпатиялық тыңдау арқылы не қалайтынын түсіну керек. Баланың ішкі жан дүниесі не қалап тұр? Оны не үшін қалап тұр? Немесе не үшін қаламай тұр? Осы затты түсіну өзінде көп мәселе шешіледі. Мысалы балаңыз
кәмпит сұрап жылауы мүмкін да, жаңағы машинаның ішінде келе жатты да конфликт туды, мен кәмпит жеймін деді, сізде кәмпит жоқ, ана кәмпит сұрап жатыр, арада жоқ жерден жанжал басталып кетті. А егер сол кәмпитті не үшін қалап тұрғандығын түсініп алсақ, немесе бағанағы басқа бір ситуацияда қаламай тұрған, біз мәселені құрылымды шешуде тезірек қозғаламыз да. Және осы бір маңызды, бірінші қадамда біз нені түсінуіміз керек? Бала үшін маңызды затты сезіне алуымыз керек. Көбінесе мынандай да, баланың сезімдері біздің ересектердің сезімдерінен кең емес, саяз емес. Бірақ біз оларды бүйтіп андай бір ойыншық сияқты қараймыз да, бұл мысалы досымен ұрысып кетсең, әлі ақ достасып кетесің деді. Ал ол оны түсіне алмайды. Сіз мысалға бастығыңызбен ұрысып келген кезінде сізге біреу сөйтіп айтса да, әлі ақ дос болып кетесіңдер, жалақыларыңды алып жүресіңдер. Сіз не сезінесіз? Бала тура оны сезінуі мүмкін да. Екінші кезең ол сол мәселені, яғни проблеманы шешуге қатысты ұсыныстар қабылдау. Балаңызбен ұрысып қалдық, немесе балаңыз достарымен ұрысып қалды, балаңыз өзінің бауырларымен ұрысып қалды. Сөйтіп ол сізге проблемасын деп айтып отыр да, анасының ұрысып жібергенін деп айтып отыр. Сізде қандай екінші кезеңде қандай сұрақ болу керек? Не істей аламыз? Қандай шешім таба аламыз? Сіз бұл жерде ақылшы кеңесші емессіз. Тегін кеңестеріңізді ұсынбай тұра тұрыңыз. Сіз модератор болу керексіз, яғни баланың сөйлеуіне жағдай жасау. Пауза керек болса, пауза ұстап отырыңыз, бала өзі сөйлегенше. Мүмкіндігінше бала шешімді бірінші өзі ұсыну керек. Бұл сізді бағанағы айтқандай құрылымды шешу жолындағы жылдамдығыңызды арттырады. Осы жерде баланың ұсынатын шешімдері, енді сіз тәжірибелі болып тұрсыз ғой, шешімдері күлкілі болуы мүмкін, оғаш болуы мүмкін, ыңғайсыз болуы мүмкін. Сіз оған жаңағы күлмеңіз, мынау жолым болмайды, мынау былай жұмыс істемейді деген кеңесіңізді ысыра тұрыңыз. Бұл жерде советник керек емес. Сіз бәрін қабылдайсыз, сіздің жұмысыңыз оның бәрін түртіп жазып алу. Осы жерде мен бір өзіміз жиі қолданатын техникамен бөлсек, мысалға екінші ұл келіп, мысалы өзінің бір проблемасын айтты. Бір ойыншығын жоғалтып алды, немесе жаңағы бір ағасымен төбелесіп қалды. Сол кезде келген кезде мынандай бір сұрақ қоямыз да, осы бір проблема қаншалықты үлкен, орташа немесе кіші деген сияқты. Бала ойланады. 4-5 жастағы бала осыны ойлану арқылы өзі былайша айтқан кезде мәселенің көлемін, объемын, масштабын түсіне бастайды да. Сол кезде ол оған өзінше жеңілдік береді. Мысалы 7 жастағы бала үшін бұны айтқан кезде кіші проблема екенін түсінсе болды дейді. Ары қарай талқылап керек емес, ол өзі шешіп алады да мәселесін. Бірақ басында ол эмоциялық тұрғыда сезім келген кезінде оның жаңағы үлкен мәселе екенін үлкен сияқты болып көрініп тұр ғой. Содан ол қатты қобалжып көтеріліп кетеді. Сөйтіп құрылымды шешудің үшінші кезеңіне келеміз. Ол балаңыз ұсынған жаңағы шешімдерді, ұсыныстарды бағалау және ең қолайлысын таңдау. Бұл кезеңде не істейміз біз? Тараптар бір-бірінің мүдделерімен таныс, алдыңғы кезеңдерде өткеннен кейін өзара сенім қалыптасқан. Соның нәтижесінде де біз балаңыз сізді тыңдауы мүмкін да, әке сіз қалай ойлайсыз, ана сіз қалай ойлайсыз, мына жерде көмектесіңізші, қайсысы дұрыс деген әңгімені айтуы мүмкін. Сол сұраған кезінде ғана сіз өз жаңағы бай тәжірибеңізбен бөліссеңіз болады. Таңдау жасалады. Таңдауда енді бұл жерде қатты бір керемет таңдау жасау шарт емес. Келесі кезеңге өтеміз. Бірден төртінші кезең таңдалған таңдауды пісіру, яғни шешімді толықтыру. Оның егжей-тегжейлерін қосу мысалға. Әр тараптың не ұтатындығын түсіну деген сияқты. Содан бесінші шешімге келеміз, бесінші қадамға келеміз. Ол сол таңдалған шешімді орындау және тексеру. Қараңыздар, алғашқы жанжалдарда ата-ана мен баланың ұсынысын, ата-ана баланың ұсынысын қабылдау керек та. Қандай ұсыныс болса да, жай ғана оның сеніміне кіру үшін. Яғни өзара бір байланыс орнатып алу үшін сол бір көне тұруға, бас ие тұруға баруға болады. Жанжалды құрылымды шешу амалын үйрете алады. Осы арқылы біз балаға былайша айтқан кезде болашақ өмірге дайындаймыз да, ол бала егер осы бір қарапайым отбасындағы тұрмыстағы жанжалдарды шешіп үйреніп алса, иррационалды тұрғыда, ол ертең көптеген кедергілерді өз бетімен ақ шеше алады. Үлкен өмірге шынайы дайындау деген осы емес пе? Тағы бір осы баламен жанжалды құрылымды шешу жолында ескере кететін бірнеше маңызды заттар бар. Біріншісі ол уақыт. Яғни баланың дайындығы. Сіздің балаңыз соған дайын болу керек. Жаңағы мәселенің шешілуіне біз кейде нені ескермей қаламыз да, бала қаншалықты дайын екендігін. Ол сол мәселені қалап тұрма, қаламай тұрма, сіздің қалап тұрғаныңыз жеткіліксіз. Екеуіңіз де соны ашық талқылауға дайын болу керексіздер. Сол кезде ғана белгілі мәселе шешіледі, ары қарай жылжу болады. Екінші маңызды зат, ол баланың жасына қарай кім сөйлесу керек? Не анасы, не әкесі, немесе тақырыпқа қарай, жанжал қайдан туды, не тақырыпта болатқанына қарай, не әкесі, не анасы, не мұғалімі, қамқоршысы деген сияқты мәселелерді ескеру керек. Енді қараңыздар, бүгін сіздермен терең қарапайым қарым-қатынасты талқылаған кезде, саяз күрделінің екеуінің ара жігін ажыратып алғаннан кейін, жанжалды құрылымды құрылымсыз шешу жолдарымен таныстырғаннан кейін, мынандай бірнеше маңызды айта кететін жайт бар. Ешқандай амал
бір қолданғаннан жеміс бермейді сізге. Бұл андай бір сиқырлы таяқ немесе бір керемет дәрі емес та, іштіңіз бәрін емдеп жібереді. Мысалы қараңызшы, мен неше жыл бойы спортпен айналыспасам, менің бойымда бір артық салмақ пайда болатын болса, мен оны бір жаттығумен жойып жіберіп, мысалы, денсаулық бұлшығын өсіре алмаймын. Бір ғана амалмен. Бізде ата-аналар сөйтіп жүреді. Неше жыл бойы саяз күрделі қарым-қатынас құрып келгеніне қарамай, терең күрделі қарапайым қарым-қатынаспен танысқан кейін, ертеңінде хабарласып тұрады. Мен кеше қолдандым, ана жанжалды құрылымды жолу амалын қолдандым, ешқандай жеміс берген жоқ дейді. Аслында неше жыл дұрыс емес жолмен жүргенін ескермейді. Бұл жаттығулардан эффект болу үшін менің жеке субъективті пікірім, кемі сонша уақыт, хотя бы эффектісін минимум болу үшін сонша уақыт сіз жаңағы терең қарапайым қарым-қатынастың жолымен жүруіңіз керек. Жанжалды құрылымды шешуде табандылық танытуыңыз керек дегенді айтқым келіп тұр. Яғни қайтпаңыз, сынбаңыз. Біз ана ескі жолға үйреніп алғанбыз, одан ауысқымыз келмейді, бірақ басқа нәтижені қалаймыз да. Ескі жолмен жүрсек ешқашан жаңа нәтиже болмайды бізде. Біз жігерлікті танытып, жаңа жолмен жүре алған кезде ғана біз жаңа нәтиже ала аламыз. Соңғы бір айтқым келетін зат, ол ересек бола алу. Мысалы мен түсіндіріп көруге тырысайын, сіз балаңызбен шахмат не бір дойбы кез келген ойын ойнадыңыз. Сіз ойнай аласыз, мен балаңыздың тәжірибесі, ойнау қабілеті сіздікіне жетпейді. Енді сіз оны алып ұтып тастайсыз болады, енді ойнасаңыз ұта аласыз. Бірақ сіз ұта алатын бола тұра баланың ұтуына жағдай жасасаңыз, ол бір сол жеңісті немесе тағы басқа жаңа сезімдерді сезінуіне мүмкіндік жасасаңыз, бұл ересек бола алу деген сөз. Бұл қарым-қатынаста қалай көрінеді? Қарым-қатынаста бала белгілі бір жаңа дұрыс емес шешім таңдап алады. Орынсыз әрекетке бара жатыр. Баруына жол беріңіз. Көрсін, қателесіп көрсін, басына сол жаңа таяғы тиісін, ол таяқтың тигендігін өзі сезінуі, сол бір тәжірибенің өтуі бағана біздің ересек бола алуымыз. Соған сол бір жағдайды жасап беру арқылы. Қорыта келген кезде, егер біз қарым-қатынаста осы бір қарапайым ережелерді ұстанатын болсақ, яғни басындағы кішкентай кезінен, айлық кезінен, бұл әлі тіл білмей, тілі шыққан жоқ демей, кішкентай кезінен терең қарапайым қарым-қатынас жасай алатын болсақ, біз көптеген жанжалдың алдын аламыз. Ал егер біз көптеген жанжалдың алдын ала алсақ, баланың психологиялық, танымдық, әлеуметтік, эмоциялық, тіпті физиологиялық әлеуетінің ашылуына жағдай жасаймыз. Оның сабақ үлгерімі, оның денсаулығының жақсы болуы. Мына жерде бір оқиға есіме түсіп жатыр. Астанада осы бір бала тәрбиесі, бала бақыты туралы әңгіме болған кезде, мен айттым, педагогикада баланың бақытты болуы маңызды дейді. Негізгі мақсаттардың бірі. Егер бала бақытты болатын болса, ол адам қылмысқа бармайды. Былайша айтқан кезде қылмыс ішкі істер министрлігі керек емес. Ол бақытты болатын болса, ол білімге құштар болады, яғни оның ұмтылысы болады. Білім ғылым министрлігінің керегі екіталай. Тура сол сияқты жаңа әлеуметтану дейме тағы басқа министрліктердің бір мен бұл жерде айтып деп тұрған енді асыра сілтеп айтып тұрмын, бірақ негізгі идея басымдық осыда болу керек екен. Приоритет бала тәрбиесінде оның бақытында болу керек екенін жеткізгім келіп тұрғандығы. Ал егер біз осы білмей қалдық, қолданбадық, саяз күрделі қарым-қатынаспен кетіп қалдық, не болады? Түрлі ситуациялардың салдарынан бағанағы жанжалдар орын алады. Оған қарамастан біз жанжалдарды шешуге, жанжалдарды құрылымды шешуге өзінің 5 қадамын айтып шығып түсіндіруге тырысты. Бұл сіздердің не істейді? Баламен қарым-қатынасыңызды тығызырақ, берік, адал етуге жұмыс істейді. Бұл қарым-қатынастың бар екендігі сіздің болашақта кез келгенде дамуыңызға, баламен одан ары өсуіңізге, баланың тұлғалық дамуына кәдімгі үлкен платформа жасап береді. Егер біз қарым-қатынас құра алмайтын болсақ, осы бір қарапайым қарым-қатынастағы жанжалдарды шешпесек, осы бір профилактикасы жүрмесе, онда басқа заттардың болуы екіталай. Оның білімді болуы, оның денсаулығы мықты болуы, қарым-қатынас жетіспесе, ол үлкен апаттарға әкеліп ұрдыруы әбден мүмкін. Енді қараңыздар, мынандай бір зат бар. Осы уақытқа дейін сіз жаңағы терең қарапайым саяз күрделі қарым-қатынастың бар екендігін білмедіңіз. Сөйтіп белгілі өзіңіз білгеніңізбен әрекет етіп жүрсіңіз. Сізде белгілі бір деңгейде жауапкершілік жоқ сияқты болып көрінеді. А қазір сіз оны білесіз. Енді сізде үлкен жауапкершілік бар. Әрбір айтылған сөздің, құрылымды шешу жолының өзіндік салмағы бар. Және оны білетін адам ретінде қолданбасаңыз, жағдай қиынырақ болады. Бұдан қандай түйін шығады? Осы бір вебинардың аясында қанша уақытыңызды құртып отырсыз? Естіген бір болмашы болсын, кішкентай болсын, амалыңызды, бір қадамын болсын естіп, соны амалға асырсаңыз, яғни өз өміріңізге қолданбалы техника ретінде кіргізбесеңіз, сіздің осы бір вебинар жұмсауға уақытыңыз зая кетті деп есептеңіз. Бұл енді мен сіздерге бір батырып, әдейі амалға шақырып айтып отқан амалым. Жақсылықта, амандықта, келесі вебинарларда жүздескенше. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, қосылудан қысылмаңыздар, сау саламатта болыңыздар.